Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видеомда сарымсақты қысқы мерзімге сақтап, әрі аз үйде уақытымды қалай үнемдеймін, сонымен бөлісетін боламын. Алдымен сарымсақтарымызды тазалап аламыз. Аскөкті жақсылап жуып алып, турайтын боламыз. Сарымсақ пен аскөкті блендерге салып, майдалап аламыз. Енді осындай зип пакеттерге салып, бөлшектерге бөліп қоямын. Енді осылай мұздатқышқа қатыратын боламын. Келесі қызанақ пен сарымсақты блендерден өткізіп, формаларға құйып, мұздатқышқа салып қатырамын. Қатқан соң шығарып пакеттерге сап қоямын. Болгар бұрышын, қызанақты, сарымсақты қосып, блендерден өткізіп, формаларға құйып, мұздатқышқа қатырамын. Міне осылай бір тамақ жасағанға кіші формаларға қатырып алдым.
Енді қыста кез келген тағамдарға қоса беретін боламын. Егер де видеом пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар.